Так, садиктен бос орын бар ма жоқ па соны көреміз. Индиго 24 кезекке кіреміз. Мына ең бірінші тұрған. Мен Қарағанды қаласынанмын. Мына осылай жазсаңыз Google'ге. Өстіп кіре беруге болады телефонмен. Индиго 24. Мына сол жағындағы личный кабинетке кіріп алу керек алдымен. Личный кабинет. Иінді терес. Иінге осы садикке орналастырған кісінің иіні болу керек. Дальше продолжить. Пароль. Так, продолжить. Қайтадан сол жақтағы, сол жақтағы 3 точка. Услуги, свободные места. Енді загрузить реестр свободных мест дегенді басамын. Маған керек осы жерде Айсұлу деген садик. Міне, ясли-сад Айсұлу. Бұл жерде орын жоқ екен. Менің қызымның жасы 3 пен 4 жас арасы. Бұл жерде орын жоқ екен. Не осылай бақылап отырса болады осы жерден. Сосын садиктің ішін көруіңізге, қандай садик екен деп міне басамыз. Айсұлу менің үйімнің жанындағы садик. Қазір мен қызым басқа садикке барып жүр, бірақ мен екінші рет тағы да очередке қойып, осы садикке ауыстырғым келіп тұр. Міне, мына жерде міне суреттерін барлығын қойып қояды. Директор жайлы да міне. Ол садиктің жаңағы директоры осы кісі. Ол жайлы информация бар. Толық. Сосын мына жерде садиктің ішін көреміз десең, міне жерде міне суреттері бар, барлығы. Осылай қарауға да болады. Оплатасы жайлы жазылып қойған, вот телефондары барлығы жазылып тұр. Ал мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламат.